Құран түскен уақытта, уахи келген уақытта араб қоғамы араққа әбден берілген қауым еді. Ол зинаға берілген секілді, мынау бақсы балгерлікке көп сенгендіктері жайында көптеген мәліметтер бар. Біз бұлардан нені білеміз? Сондай қоғамның арасына Құран Кәрим түсті де реттеді, жай бір тілдеп баршасын. Сонда ең алғашқы түскен аят осы арақ жайындағы арақтың пайдасынан зияны көп екендігі жайында айтты. Бұл бір. Екінші келген аятта есін жинамастан намазға тұрмау керек екендігі адамдардың әмір етілді. Өйткені біз осыдан көреміз, демек арақ харам етілмей тұрған кезде арақты ішіп те намазға баратын адамдар болған деген сөз. Санаулы адамдар бар, арақтан аулақ болған, жақсы мінез құлықты деген, елдің алдында тәртіпті болған адамдар, санаулы адамдар болған, солар арақ ішпеген. Мысалға, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның, Абу Бәкірдің арақ ішпегендігі, тағы да бірнеше осындай кісілердің болғандығы, арақты ақылға салып жек көргендігінен арақтан аулақ жүргендіктері. Бұл нәрсе бар, жоқ емес. Содан намазға тұрғанда есін жинамаса намазға тұрмаңдар деген әдейі. Күніне 5 уақыт намаз болғандықтан не істейді адамдар? Арақ ішіп үлгермейді екі ортада. Соның үшін түнгі құптан намазын оқып алғаннан кейін арақ ішетін адамдар болған. Сөйтіп таң намазға дейін өйткені есін жинайды, таң намазға баратын болған. Содан кейін Маида сүресінің 91-ші аяты түседі. Я айюхаллазина аману иннамал хамру вал майсиру вал ансабу вал азламу риджсун мин амали шайтан фажтанибуху лааллакум туфлихун. Ей иман келтірген мұъминдер, расында арақ, құмар ойындары тігілген тастар дейді, яғни мына пұттар, сосын палашатын құмалақтар, лас шайтанның істерінен одан аулақ болыңдар деп аят келеді. Әрине құтыласыңдар сонда. Осы аят келген уақытта кейбір риwаяттарда айтылады, бір адам арақ ішіп отырған кезде осы аят түсті деп айтылады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам осыны оқыған уақытта ішіп отырған арағын жерге бірден төкті дейді. Қараңыз, аятқа амал еткендіктері қаншалықты, іске асырғандықтары бірден тастаған. Ал жаңағыдай өзі құптан намазын оқып алып, содан кейін арақ ішіп жүргендердің баршасы бірден осы аятпен тыйылған еді. Біз осыдан білеміз. Құран Кәрим жаймен дәреже тыйған еді. Бірден харам етіп тыйып тастаған жоқ. Бірақ бекітілгеннен кейін енді келіп бұл үкімдерді қолдана алмаймыз. Сен мас болмай іш, анау деп айта алмайсыз ешкімге. Өйткені Құран Кәрим харам деп бекітті, соңғы үкім ғана айтылады. Үкімі беріліп, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бұны жеткізіп кеткендігіне. Осы аяттан әрбір мұсылман адам өзіне деген үлесін алу керек. Қараңыз не деді? Аяттың басында я айюхаллазина аману деп. Ей иман келтіргендер, мұъминдер, мұсылмандар деген сөз әр адам өзін есептеу керек. Мына аят маған қатысы бар ма, жоқ па деп. Сіз мұсылмансыз ба? Иман келтірген адамсыз ба? Ей иман келтіргендер деп айтуының себебі не еді? Сіз қатысыңыз бар деген сөз. Иман келтірген мұсылманмын десеңіз, сізге тікелей қатысты.